Депутаттар ұсынысы қараусыз қалмайды. Өткен аптада ғана бұрынғы уақытты қайтару керек деген бір топ мәжілісменнің мәлімдемесін енді үкімет халық қалаулыларымен тізе қосып бірге қарастырмақ. Дегенмен әзір емес, өйткені уақытты кері қайтару туралы бастаманы үкімет деңгейінде қарастыру ерте деп санайды премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова. Себебі халық денсаулығына сағат тілінің кері шегінгені қалай әсер еткенін бағдарлап, түпкілікті шешім шығаратындай уақыт өтпеген. Айта кетсек, өткен аптада ғана бір топ мәжіліс депутаты халықпен кездескендегі ең көп қойылған сауалдардың ішінде осы уақытты кері қайтару мәселесі көш бастап тұр деген еді. Тым болмаса жазғы қысқы уақытқа көшсек деп өтініш білдіргендердің де қарасы көп болыпты. Мәжілісмендер үкіметтің нақты шешім қабылдауына ықпал етіп көреміз деп үндеуде жасаған. Работала, значит, большая группа. Бұл ұсынысты депутаттық корпус көтерді, енді үкімет деңгейінде қайта қараймыз. Жалпы айтқым келетіні осы тұста жаңа уақыт белдеуіне ауысқанымызға бір жылда толмады. Сағат тілінің ауысуының қандай салдары барын жалпы қарастыру керек шығар. Кем дегенде денсаулық сақтау жүйесінде, біз электр энергиясын пайдалану жүйесінде күрт ауытқуларды көріп тұрған жоқпыз. Барлық ұсыныстарды назарға ала отырып, тиісті мемлекеттік органдармен қарастырып жауап береміз.